фикхта ханафимін, ақидада сәләфимін. Фикхта ханафимін деп айтады, ақидада матуридимін деп айтады. Бірақ шиа мазхабындағы тақияны қолданады. Микс жамағат деген сөздің микс деген жағына көбірек адамдар назар аударар шығар. Бұл жерде енді аралас көзқараста, аралас ұстанымда, кейде қарама-қайшы екі ұстанымды ұстайтын адамдар деп меңзеген шығар ол терминнің авторлары. Себебі тарихта да ондай тұлғалар болған. Мысалға атақты Шафии қазысы Қады Абдул-Джаббар ақидада Муътазила болған, фикхта Шафии болған. Немесе атақты Замахшари Әл-Кашшаф тәпсірінің авторы. Ол да ақидада Муътазила болған, фикхта Ханафи мазхабын ұстанған. Тура сол секілді көптеген тұлғалар бар. Ұстанымдары кейде бір-біріне қарама-қайшы. Енді бұл жерде микс жамағат терминін қолданған тұлғалар қазірде осындай ақидасы мен фикх аралас тұлғалар бар деп есептейді. Ондай тұлғаларды көрдік. Фикхта ханафимін, ақидада сәләфимін. Фикхта ханафимін деп айтады, ақидада матуридимін деп айтады. Бірақ шиа мазхабындағы тақияны қолданады. Немесе сәләфилердің өздері де айтады. Мысалға ихуаншыларға жақын болып кеткен мумайя деген жамағаттар бар. Қисайып кеткен жамағаттар. Олар хизбилер, ихуаншыларға жақын. Сол үшін осындай позициясы нақты емес. Ақидада бір нәрсені, фикхта басқа нәрсені, басқа да жолдарда әр түрлі ұстанымды ұстайтын жамағаттарды меңзейіп тұр.